қалайсыңдар, дырыштар мен қарын шығып май басып кеткендер. Қалдарың қалай? Сен залға барам деп шештің. Жоқ, бұл зал емес, мына зал. Бардық, абонемент алдық, бірақ 1 ай, 2 ай өтті. Денеңде нәтиже жоқ па? Онда өзіңді осы списоктен ізде. Топ 6 жаңадан бастаушылардың жасайтын қателіктері. Ал егер сен енді баруға бел болып осы видеоны көріп отырсаң, құрметтім. Сен дәл адрес бойынша келдің. Қателіктің алдын алу немесе оны түзеу ол өте дұрыс нәрсе. Ендеше көп созбай бастайық. Бірыңғай бір салмақпен жаттығу жасау. Бұл сөздің мағынасын түсінбесеңіздер, қазір түсіндіремін. Фитнес залға келдік, 10 килограммдық гантель алдық. 2 ай өтті, әлі сол 10 килограмммен жүрміз. Өтте үлкен қате. Неге? Бір айдан кейін тағы салмақ қоспасқа. Бұл шығет сол 10 килограммға үйреніп бейімделіп кетеді. Яғни нагрузка жоқ. Нагрузка жоқ болса нәтиже де жоқ. Айына 1 килограммнан болса да қосып тұрған дұрыс. Бұл шығет бір салмаққа бейімделіп кетпегені жөн. Блокнот немесе телефонға нәтижелеріңізді жазып алып, одан үлкен салмақпен жаттығу жасау керек. Бірінші айында 10 килограмм, келесінде 15, келесінде 20, тағысын тағы. Әрі қарай солай кете береді. Бұл тек гантельге ғана айтылған сөз емес, оның барлық жаттығу жасайтын құралдарға қатысы бар. Осыны естігеннен кейін сразу үлкен салмаққа жүгірмеңіздер. Осы жағдайда тағы бір қате пайда болады. Өзіне сай емес, үлкен салмақпен жаттығу жасау. Бұл өте көп таралған типичный қателердің арасында жатады. Алда айтып кеткенде салмақ қосып жаттығу жасаған дұрыс қой, бірақ өзің көтере алмайтын болсаң, өзіңе сай емес салмақ алып, мен мықтымын, мен пазар болмайын, ауыр салмақ көтеремін деп 10 килограмм орнына 20 килограмм көтеріп бастайды. Әрине, егер әлің жетсе көтер, дегенмен таза техника жасау маңызды. Осы жағдайда тағы бір қате туындайды. Техникамен жасамау. Яғни сіз 4 подходты 12 рет таза техникамен жасайта алатын салмақ болса, онда дұрыс. Енді 3 килограмм алып мен техникамен жасадым ғой деп қудырып жүрмеңіз. Ол салмақ сізге жұмыртқа көтергендей болса, шамалы тағы бір салмақ қосып жасаған дұрыс. Бұл шығет шамалы шок алып, қиналу қажет. Кейде зал техникасы жаттығу жасап жатқан адамдар көп көремін. Техникасы жасалған жаттығу травма, яғни жарақат алып келуіңіз мүмкін. Оған қоса бұлшық еттеріңізге зақым келтіресіз. Оның алдын алу үшін техникамен жасаған дұрыс. Ал егер қалай жасау керектігін білмесеңіз, тренерлерден сұраған абзал. Ал егер сіз мен ұялшақпын, мен ұяламын десеңіз, айналайын-ау, тым болмаса ютубтан көрсең болады ғой. Жақсы, бұл мәселені шештік, бірақ жаттығу бағдарламасы жасау көпсі жіберетін қателіктердің бірі. Жаттығу бағдарламасыз жасау. Бірінші рет фитнес залға келіп тек бицепс качать ететін адамдар бар. Ол тек қол качать ету үшін келген жоқ шығар. Жай содан басқа жаттығу білмегендіктен тек бицепс жаттықтырып жатады. Болмаса төс, арқа, қол, иық жаттықтырып, бірақ аяққа вообще жоламайтын адамдар бар. Қатенің үстіне қате қосып, оның алдында айтқан қателіктер жасап, былықтырып жібереді. Ондай болмаған қаласаң, жаттығу бағдарламасымен жасау керек. Оның қай жерден табамын десең, айналайын-ау, ютубта, гуглда керек десең Play Marketте толып тұр. Бірақ бағдарламалардың бәрі бірдей емес, жақсы эффектив емес. Сондықтан жеке тренер жалдап, болмаса ақшаға өзіңе сай бағдарлама жасатып алған жөн. Ал енді біз ең басты қателерге келіп жеттік. Жаман әдеттер. Темекі шегу, арақ ішу, наша, насвай тарту. Бұл жаман әдеттерге жатады. Еще фитнеске барып қояды. Жай ғана далаға ұшқан ақша. Ол әдеттерден арылып, жаңа өмір бастауға ұмтылу керек. Бірақ мен тастай алмайын десең, енді онда білмеймін енді. Тек есіңде болсын. Ақша күл боп ұшып жатыр. Уақыт өте келе одан емделемін деп 2 есе ақша құртасың. Спортқа басым бұрып, жаман әдеттерінің күресіп, одан арылған өзіңе жақсы. Осымен қатар бірге тұратын қате тез нәтиже күту. Бір айдан кейін айнаға қарап
бір айдан кейін айнаға қарап нәтиже күтуді доғар. Сен бір айдан кейін Арнольд Шварценеггер болып кете алмайсың. Бірінші күннен кейін сразу качок болып кетпейсің. Сәл шыдамдылық таныт. Бәрі өз уақытымен. Бар күшіңді спортқа берсең нәтиже болады. Кісілер бар 3-4-5 айдан кейін нәтиже жоқ деп соншама пахат еттім деп тастап кетіп жатады. Бұл дұрыс емес. Қайдан білесің? Денең міне дегенде шығайын деп жатқан шығар. Тоқтама, тек тоқтама. Алдағы айтылып кеткен ережелерді ұстан, қателерді түзе, сол кезде нәтиже өзің көп күтірмейтін болады. Құрметтім, осы видео өзіңді естісең, дереу арада түзеуге тырыс. Бұл видео пайдалы болды деген ойдамын. Лайк басып, тіркелуді ұмытпа. Келесі видеода кездескенше. Чао!